Қонақта менің сыңарым 125 балмен мен жалпы медицинаға грантқа түстім. Сенің қалауың болды деп ойлайсың ба сол? Бетке түскім келген, бірақ үйдегілер, мамам Мед оқып жатқан универінде тастап уже ойланды, мен неге оқып жатырмын, шығамын деп шешім қабылдадым. Осы жағдайды сен ата-анаңа қалай түсіндіріп бердің? Я люблю тебя, папа. Екі үлкен грант ұттың, соның ішінен санаған кезде 7 рет ентіға қатысып тұрсың ғой да? Сәлем достар, бүгінгі менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің видеомыз ента туралы болмақ. Және бүгінгі маған интервью беретін қонақта менің сыңарым, яғни ол бір емес 2 рет енді тапсырды. Сол туралы біз сұрайтын боламыз, белгілі бір ақыл кеңестер береді. Және осы видеоны көрмес бұрын менің YouTube каналыма міндетті түрде жазылыңыздар. Себебі мен статистикамен қараған кезде көп 90% адам подпискасыз қарайды екен. Сондықтан өтініш сіздер үшін осылай еңбектеніп видео түсіргеннен кейін жазылуларыңызды өтінемін. Және лайк басып, белгілі бір пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Біз бастаймыз. Сәлем, жан сезім. Бірінші саған қоятын сұрағым, негізі сен қай жылы мектеп бітірдің? Бірінші енді қай жылы болды және қанша жинадың? Сол туралы айтып өтсең. Мен мектепті 2021 жылы бірге қатарластарыммен, класстастарыммен бірге бітірдім. Сол жылы нағыз грант ОТ-да мен біріншісінде 125, екіншісінде 117 жинадым. И, соответственно, 125 балмен мен жалпы медицинаға, Марат Оспанов атындағы медициналық университетке грантқа түстім. Сол мед универді қалап түстің ба, немесе қандай да бір ата-ананың ықпалымен деген сияқты шынайы сенің қалауың болды деп ойлайсың ба сол мед универге түскен? Мен басында мектепте ОБТ-ға дайындалып жүргенде мен ойладым, что мұғалім болам, себебі маған көмектесіп түсіндіргені қатты ұнайтын да. И бірақ мен дейтін 125 жинаймын деп өзіме сенбедім. И мен 125 жинағаннан кейін уже медке түскім келетін сияқты болды. Бірақ по сути медке түскім келген. Бірақ үйдегілер, мамам понятный жағдай ғой, көп адамдардың басынан өтеді. Сол мама айтты, үйде бір врач болсын, сен врач бол, сен қолынан келеді ғой деп айтты. Вот, поэтому медке түстім. Бірақ бұл нәрсе негізінде дұрыс емес, қаншалықты ол ата-анам болғанмен де біріншіден өз қалауымен, яғни болашақта бәрібір оқитын да сен, жұмыс жасайтын да сен, сондықтан өз қалауымен кеткен дұрыс та. Енді бұл бірінші енді да сендегі 2021 жылы 4 ОТ-ға қатыстым мен, екеуі пробный енті, и потом екеуі грант ОТ. Яғни осы бірінші жылғы сен бітірген енді тапсырғанда одан да грант ұттың, одан да жақсы бал жинадың. Енді сен қай уақыттарда мед оқып жатқан универінде тастап кеттің? Қалай болды? Қандай қорқыныштар болды бірінші? Мен дейтін бірінші семестрде онлайн оқыдық. Сол себепті медицинада оқып жатқан ондай қатты сезілмеді. Тек 1-2 пәндер ғана болды медицинаға қатысты. Негізінен барлық бірінші курстың бірінші семестрінде 11 класстың сабақтар болады, и ол кезде онда қатты білінбейді да мамандығың. Вот, мен 2 семестрде оқуға келдім. 2 семестрде январьдан февральға дейін оқыдым, и потом медицина маған қызық емес, ұнамайтынын мен түсіндім. Вот, сол кезде мен уже ойландым, мен неге оқып жатырмын? Мен қазір нақты шешім қабылдамасам, онда уже кеш болып кетеді деп ойладым, себебі уақыт өтіп кетеді, и уже ойладым да, мен үйрене салмай жүрген шығарым, может мен әлі де зона комфортада жүрген шығарым деп ойладым, себебі бір семестр бойы онлайн оқыдық. Вот, енді сразу онлайннан офлайнға келіп, уже анатомия, прям сондайларды оқып кету сәл енді қиындау. Вот, по сути, медицина қиын ғой, бірақ реально қиын болып кетеді. Вот, потом мен ойладым, мен неге оқып жатырмын вообще, маған қызық болмады да. Вот, сосын уже шығамын деп шешім қабылдадым. Сонда жарты жылдықта оқыдың да сен? Қай айда сен оқудан шығып кеттің? Февральдың 17-сі күні. 17-сі күні шығып кеттім. Потом 23-ші күні уже мен жатақханадан шықтым. Сосын үйге келдім. Сосын үйге келіп, уже сразу келесі ентіға дайындауды бастап кеттің да. Осы тұста, мысалы, кейбір енді адамдардың ата-анасы қолдайтыны бар, қолдамайтыны бар. Осы жағдайды сен ата-анаңа қалай түсіндіріп бердің? Оларға қалай жеткізген дұрыс? Өзің қалауыңды
Басында мен мама папаға звондап айтқанда, мама, конечно, басында қарсы болды, потому что бір жылғы еңбек, 125 балл, грант, ол далада жатқан жоқ, конечно. Вот мама кішкене ренжіді, бірақ папа вообще кәдімгідей қолдады. Я люблю тебя, папа. Вот, я папина дочка, конечно, вот, поэтому мені қолдады. Басында қорқыныш болды менде, может, если мен тағы да басқа қалай өзіме ұнамайтын мамандыққа түсіп қалсам деп. Бірақ мен уже дайындықты бастаған кезде өзіме уверена болдым да, что маған уже мед емес, пед более қызығырақ екені. Сол салада өзімді болашақта көре алдым да, мен медте көре алған жоқпын. Вот, поэтому менде соған мотивация көп болды да, и уже алып кетті мен ары қарай. Яғни белгілі бір нәрседен қорықпас үшін нақты мақсат керек дейсің ғой. Ең бірінші ниет керек, потом әрекет керек, сосын бұйырса нәтижесін береді ғой Алла. Дұрыс айтасың. Енді бұл сенің бірінші жылғы ентің, мед универді тастағаның, бұл бірінші сенің өміріңдегі қадамдардың бірі болды. Енді екінші ентіні қалай тапсырдың? Және сол ентіға дайындалу барысында қандай нәрселерге жүгіндің? Сол туралы айтып өтсең. Мен сол февральдың 17 шығып кеттім, и уже апрельский ұбт-ға тіркелу уже жақын арада ашылатын болды. И мен уже екінші семестрдің бір ай өтті ғой, мен соны примерно бір 20 күннен кейін ойландым да, ұбт тапсырсам қалай болады, мен қалай өз-өзіме ответственность алу керек болдым да, и уже іздене бастадым. Екінші рет қалай ұбт тапсырады, оған қашан тіркеледі. И вот я узнала, что уже примерно мартта пробный ұбт-ға тіркелу басталатынын, и уже мен ойладым, если мен қазір шешім қабылдамасам, уже поздно болып кетеді, и если мен сразу грант ұбт-ға қатыссам, маған уже кішкене шок болып қалады да, қиын болып қалады, потому что уже новый база, новый сұрақтар, кішкене үйренісу керек дегендей. Сосын мен шығып кеттім, и сразу дайындықты бастап кеттім ғой. В основном кітаптар оқып та, қандай бір нақты техника дей ма, сондай. Негізі сол бірінші курстың бірінші семестрінде сол 11 класының сабақтары өтеді, и маған сол медицинаның сол бірінші курстың бірінші семестрінде оқығандарым сол ұбт-да кішкене көмектесті да, и мен кішкене кітап оқыдым, новый базаларды, потому что новый базадан келетін болды, слив болмайтын болды. Сосын мен енді басында бар болды да, кішкене база бар әйтеуір. Сосын мен тек қана бір курсқа қатысу керек, соны түсіндім. Тек қана бір курс, потому что сен уже қызығып, мысалы оқимын деп 2-3 курсқа қатарынан қатысасың, и анаған үлгермейсің де, мынаған үлгермейсің, екі кеменің ортасында суға батып кетесің, короче. Поэтому тек қана нақты жақсы дайындайтын бір курсты таңдап, кәдімгідей 7 рет өлшеп, бір рет кесіп таңдап алу керек бірінші. Вот сонда өте ыңғайлы болады уақытыңа да. И сосын дайындалған кезде тек қана сабақ, ұбт деп дайындалмау керек та, кішкене демалып, өз-өзіңе расслабить етіп, стрессовать етпеу керек, өз-өзіңе сену керек. Бұл енді екінші енті болды да, грант ұттың. Бұл қанша жинадың сен екінші жылғы ентіда? Біріншісінен 112. Менде 3 рет тапсырдым ғой. Біріншісі мартовский ұбт, пробный ұбт-дан 117 жинадым, ол оңайлау болды. Екіншісі бізде грант ұбт болды, бұдан мен 112 жинадым. Сәл-сәл қиында болды. Сосын үшіншісінде мен 112 мен түсетіме сенімді болдым, поэтому ондай қатты дайындалмай қалдым да, 102 жинадым. Бұл қателікті қайталамаңыздар. Бұл дейтін ентіға кіріп барады ғой, сосын бірінші жаңағы айтып отыр ғой, 112 жинадым да, 112 жинап шыққаннан кейін соңғы ентісі қалды ғой, енді сосын маған айтады да, мен жақсы жинайтын сияқтымын деп, қуанды кіріп батты. Сосын шыққаннан кейін 102 жинап қалдым деп көңіл түсіп, бірақ ештеңе етпейді, ең басы бұл жолда грантқа түстің да. Сонда получается сен 2 үлкен грант ұттың, соның ішінен санаған кезде 7 рет ентіға қатысып тұрсың ғой да? Бір рет енті тапсырып грант ұта алмай жүрсіңдер, бұл кісі 2 рет етті. Негізінде мынадай бізді стереотип қалыптасып қалған ғой, тек қана бір рет қана енді тапсыру керек, жан сезім сияқты попытка жасап енді тапсыру ол ұят нәрсе, мед универден шығып кету ол ұят нәрсе деген сияқты. Ол негізінде ондай нәрсе емес қой, иә? ұбт ол өмірдің соңы емес, ұбт-сыз да успешный болып жүрген, қалауын жасап жүрген, өзінің армандарын орындап жүрген адамдар бар. Это как ұбт, как баспалдақ сияқты ғой, оны секіріп өтуге болады, құрып алуға болады сынып қалса. Вот так что өз-өзіңе сендер. Өте керемет. Енді мен оқитын түлектерге қандай тілек айтасың? Дәл қазір оларға не керек?
сен өзің опытыңнан айтсаң. Егер сендер қазір ООТ-ға дайындалып жатсаңдар, оған қиналмаңдар. Всегда есть выход, всегда есть выбор. Если сендер қазір может қиналып жүрсіңдер, аз жинап қалдың десеңдер, онда любой грантқа қатысып, грант ұта алатындай мамандық таңдап, сол бір семестрін оқып, дайындалып, екінші семестрде шығып, мен сияқты жасап кері еңбектенуге болады. Сосын солай мақсатқа жетуге болады. Бастысы қорықпау керек, өзіңе сену керек. Сен өзіңе сенбесең, басқа да ешкім сенбейді. Поэтому если өзіңе сенсең, атанан, достардың бәрі сенеді, и потом потихаря істеңдер, мен сияқты. Бәріне жариялап, ойбай, мен шығып кеттім, мен бүйте алмайтын, сөйте алмайтын демеңдер, потихаря двигаться ете беріңдер. Сонда все бәрі круто болады. Барлық 100% күштерін пайдаланыңдар. Ой, мен басым жетпейді, мен оны оқи алмаймын. Өйтіп өздерінің самооценкаларын түсірмеңдер. Басы оқимын, әйтеуір басып, сенде бар бас, басқаларында да бар. Болмасаң да ұқсап бақ дейді ғой. Абай атамыз. Біреулер болады, мен ООТ-дан аз жиналып қалсам не болады, то мен аз алып қалам, или жинай алмаймын деп қалады. Өйтіп ООТ-ны ойламай қойыңдар. ООТ тапсырғаннан кейін и так білесіңдер, оған бастарында қатырып энергияларыңды құртпаңдар оған. Просто дайындалып оқи беріңдер, демалып, арасында кино көріп, шығып, сыртқа жүріп, Бұйырған кетпейді, қуған жетпейді дейсің ғой. Сонымен бүгінгі видеомыз аяқталған сияқты. Сіздерге көптеген мотивация, көптеген пайдалы ақпарат болды деп сенем. Сондықтан мен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліңіздер, сау болыңыздар. И лайк басыңдар.